Египеттегі Салимар Наама Бей отеліне қазақша видео обзор. Мына жақта ресепшнмен баяғыда жүрген кезде осындай бөлме бар. Мына жақта банкомат бар. Бәрінде жылы үйлер. Екінші этажға кеттік. Осындай. Ақта осындай бөлме. Мына жерде бар. Мына жақты көрсетейін. Осындай уголочек. Мына фактурасын тұрып жатыр. Бағанағы жер банкомат. Мына жаңа біздің кірген жер.
кішігірек. Thank you. Осындай терраса бар. Территориясын көрсетіп жатыр. Кірген кезде дәл осындай вид. Мынаның тереңдігі 50 сантиметр ау деймін. Кішкентай екен ғой. Вот. 50 сантиметр. А бассейн. Кішкентай екен.
жерде душ бар екен. Номерлер үйлердің осындай. Игровой площадкасы бар екен. Жерде массаж бар екен. Бәрі живой гүлдер.
әдемі. Zalala жақтан кеттік. Мына жақта бізде
завтрак ішеді. Мынау Аружан. Қазір ана жаққа барамыз. Мына жерде магазин көрге. Осындай жерде магазин бар. Магазинде осындай лавка. Мороженое сатады екен мұнда. Магнитики. Бар химка бар. Шампунь. Шампуньдар. Несем это же сладости. Надо выкинуть сладкие. Ага. Блокнотики, да? Блокнот. Надо баллончик барики монета. Ткан. Осындай магазинчик. Магазиннің іші осындай. Ал завтрак ішетін жер. Так, осындай. Ресторанның несі сағат 7-ден 10-ға дейін завтрак, лаунж дейді, обед 12:30-нан 2-ге дейін, динер, кешкі тамақ 6:30-нан 21:00-ге дейін. Араларында перекустар бар. Осылай кіруге болмайды. Шомылу киіммен обязательно лишен киім керек. Сондай. Кірген кезде мына жерде мындай ресепшн бар. Неше түрлі. Выбор по вкусе. Пицца, нан. Даже это салат там.
неше түрлі нелер бар. Пирожныйлар бар. Пирожныйдан выбор бар. Шеф-повар мына тамақ істейді. Фрукты бар. Фруктылар бар. Осында үлкен зал. Ауасы да бар. Шеф-повар тамақ істейді. Мына тамақтар. Тоже рис. Шпинаттан бір нәрсе. Жареная картошка. Говядица. Свидание. Şöyle toster güzel. Şöyle çay. Çaylar, кофе машина. Kokusu. Neler kola напитки тегін.
да біздің досымыз не ойнап жатыр танысқан. Соны теннис. Вот. Дәл осылай. Кешкісін қандай болады, бір түсіреміз. Онда көрсетеміз. Кешкісін өте әдемі болып тұрады. Кеттік бөлмелерді көрсеткен. Что ж кеттік әрі көрсет. Бізге де осындай видео жетіспеген, іші қандай қызық көруге да. Отель таңдамас бұрын бір қарап көруге. 3 этажда, астында 1-ші этаж. Қазір 2-деміз. Біздің номер 3-ші этажда. Осындай видеолар жақсы да, қарап көріп аласың. Өте жақсы жерде орналасқан екен. Қасымызда теңіз бар. Қазір вид көрсетеміз бір видеомызда. Өмірден теңіз өте жақын бізге. Осы бір испанский стильде ма, бір греческий стильде ма әдемі. Номерлер осындай под открытым небом. Крыша. Мына жерде біз номеріміз. Осындай отыратын лавкалар бар. Отырасың лавочкада. Бағана бассейн жақ. Жаңа мына жерден кірген боламыз. Вот. Мына жаққа көтердік. Біскүт. 1341 номер. 1341 дейма. Осындай. Есіктер. Өздерінің стилі осындай екен. Отельдегі номер осындай. Көршілеріміз тұрады. Біздің номер 1341. Енді ішін көрсетейін. Кірген уақытта осындай аяқ киім багаж қоятын жері бар. Мына жерде үлкен айнасы бар. Мына жақта ванна бар. Ваннаға өтейік. Ваннаға кіргенде қандай аристоны бар. Фен бар. Айна, керек жарақтың бәрі бар. Бұл жақта там шампунь, сабын беріледі, полотенце беріледі. Ал зубный щетканы өздеріңіз алып кетесіздер. Және де тағы айтатыны, мына жерде жақсы Қазақстандағыдай мынандай переходник алып жүрмейсіздер да, жақсы бүйтіп кіре береді. Мынандай койкаларыңыз болса, бүйтіп қосып қолдана беруге болады. Так, мына жақта бізде душ бар. Кішігірім шампунь бар. Так, бөлмені көрсетейін. Бөлмеде осындай 2 адамға арналған. Так, үлкен шкаф бар. Осторожно нұсқап қойғанбыз. Міне мұнда төсек орын. Осындай. Қарама-қарсы айна, боянғанға телевизор бар. Так, мұнда холодильник бар. Мұнда шкаф бар. Шкаф біз орналасқанбыз уже. Киімдеріміз қойып қойғанбыз. Сейф бар. Әрі қарай киімдеріміз қойып қойғанбыз. Мына вешалка. Вот. Вешалка жеткілікті. Мына жерде тефаль, су, кофе, чай барлығын қойып қойған. Телефон бар, ресепшнмен сөйлесуге.
және осындай әдемі екі терезе бар. Қазір сыртқа видті көрсетемін. Міне, дәл осындай көршілердікі. Дәл осындай далаға қараған видтеріміз бар. 4 жұлдызды Салимар на Мабей деген отель. Мына жақта теңіз бар. Осындай. Сіздерге отель таңдағанда қарап алатындай видео болсын дедім. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналымды қолдап кетіңіздер. Дәл осылай кешкі уақытқа ауысып кеттік. Неше жүріңіздер, отельдің кешкі көрінісін көрсетейін. Кешкі уақытысында осылай әдемі болып тұрады. Барлық жерінде гүлдер, иістері аңқып шығып тұрған. Мына ойын ойнап жатыр.
Bizde resepsiyon var. Кешкісін дәл осындай болып тұрады. Осымен видео аяқталды. Сіздерге отель таңдағанда іші қандай екенін көруге көмектесті деп ойлаймын осы видеоны. Болса лайк басып қолдап кетіңіздер каналды.